Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін батыр қыз тақырыбында диктант жазатын боламыз. Алдымен мәтінмен таныс болайық. Мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң барып диктантымызды жазуға кірісеміз. Батыр қыз. Түтеген боран әлі тынған жоқ. Оған сан алуан зеңбіректердің зіркілі қосылды. Бұл жай минут сайын үдей берді. Қасыңдағы адамның тек ернінің қимылдағаны ғана көрінеді. Елең алаңда іркес-тіркес қаптаған танкілер өтті. Қолын соза құлаған фашист офицерін көрді. Кенет солардың тұсынан гүрс-гүрс етіп граната жарылды. Алияның жүрегі дір ете түсті. Бойына бір күш жүгіргендей болды. Ол жігерленіп кетті. Міне достар, мәтінмен толық таныстық. Енді диктантымызды жазуға кірісеміз. Алдымен тақырыбын жазамыз. Батыр қыз. Батыр қыз. Бірінші сөйлем азат жолдан бастап жазамыз. Түтеген боран әлі тынған жоқ. Жазамыз. Түтеген боран әлі тынған жоқ. Сөйлемді тексереміз. Түтеген боран әлі тынған жоқ. Келесі сөйлем. Оған сан алуан зеңбіректердің зіркілі қосылды. Жазамыз. Оған сан алуан зеңбіректердің зіркілі қосылды. Сөйлемді тексереміз. Оған сан алуан зеңбіректердің зіркілі қосылды. Келесі сөйлем. Бұл жай минут сайын үдей берді. Жазамыз. Бұл жай минут сайын үдей берді. Сөйлемді тексереміз. Бұл жай минут сайын үдей берді. Келесі сөйлем. Қасындағы адамның тек ернінің қимылдағаны ғана көрінеді. Жазамыз. Қасындағы адамның тек ернінің қимылдағаны ғана
көрінеді. Сөйлемді тексереміз. Қасыңдағы адамның тек ернінің қимылдағаны ғана көрінеді. Келесі сөйлем. Елең алаңда іркес-тіркес қаптаған танкілер өтті. Жазамыз. Елең алаңда арасына сызықша қойып жазамыз. Іркес-тіркес қаптаған танкілер өтті. Сөйлемді тексереміз. Елең алаңда іркес-тіркес қаптаған танкілер өтті. Келесі сөйлем. Қолын соза құлаған фашист офицерін көрді. Жазамыз. Қолын соза құлаған фашист офицерін көрді. Сөйлемді тексереміз. Қолын соза құлаған фашист офицерін көрді. Келесі сөйлем. Кенет солардың тұсынан гүрс-гүрс етіп граната жарылды. Жазамыз. Кенет солардың тұсынан гүрс-гүрс етіп граната жарылды. Сөйлемді тексереміз. Кенет солардың тұсынан гүрс-гүрс етіп граната жарылды. Келесі сөйлем. Әлияның жүрегі дір ете түсті. Жазамыз. Әлияның жүрегі дір ете түсті. Сөйлемді тексереміз. Әлияның жүрегі дір ете түсті. Келесі сөйлем. Бойына бір күш жүгіргендей болды. Жазамыз. Бойына бір күш жүгіргендей болды. Сөйлемді тексереміз. Бойына бір күш жүгіргендей болды. Келесі сөйлем. Ол жігерленіп
кетті. Жазамыз. Ол жігерленіп кетті. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайтадан оқып беремін. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Батыр қыз. Түтеген боран әлі тынған жоқ. Оған сан алуан зеңбіректердің зіркілі қосылды. Бұл жай минут сайын үдей берді. Қасыңдағы адамның тек ернінің қимылдағаны ғана көрінеді. Елең алаңда іркес-тіркес қаптаған танкілер өтті. Қолын соза құлаған фашист офицерін көрді. Кенет солардың тұсынан гүрс-гүрс етіп граната жарылды. Алияның жүрегі дір ете түсті. Бойына бір күш жүгіргендей болды. Ол жігерленіп кетті.